Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін мен қазақ кино тарихының ең негізгі кезеңдерін қысқаша ғана айтып өтетін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Менің атым Мұрат Нұрмағамбетов. Кеттік ендеше. Жалпы ең алғашқы Қазақстан аумағындағы кино сеанс Верный қаласында, яғни қазіргі Алматыда 1910 жылы 22 маусымда болды. Сол жылы Көкшетауда жаздық кинотеатр іске қосылды. 1911 жылы Верныйда үнемі жұмыс істейтін кинотеатр ашылды. Алайда бұлар тек коммерциялық жобалар болды. Олар киноның таралуына да, киноиндустрияның құрылуына да әкелмеді. Алғашқы киностудиялар. Қазақстандық киноны құруға алғашқы қадамдар 1925 жылы жасалды. Қызылордада өткен Кеңестер Республикасының 5-ші съезінен кино шежіре түсірілді. 1929 жылы Алматыда алғашқы киностудия құрылды. Ол бүкіл ресейлік Восток кино студиясының өндірістік бөлімі болып табылды. Бөлімше соңғы жаңалықтар атты кино журнал шығады және жеке қысқа метражды деректі фильмдер түсірілді. Соның ішінде 1929 жылғы Виктор Туриннің Түрксіб фильмі атақты болды. 1934 жылы Алматылық кино шежіре студиясы құрылды. Кеңестік Қазақстан кино журналы мен деректі фильмдер шығарыла бастады. Амангелді фильмі бірінші ма? Ленфильм студиясы 1938 жылы Амангелді туындысын түсіреді. Режиссері Моисей Левин, басты рөлде атақты Елубай Өмірзақов ойнады. Расында аталмыш фильм қазақ кино өнерінің тарихында өзіндік орынға ие. Ұзақ уақыт бойына Амангелді фильмі қазақ кино өнерінде алғашқы төл туынды деп есептелініп келді. Дегенмен бұл қате пікір деп есептейді кинотанушы Бауыржан Нөгербек. Ол өз пікірлерінде айтып кеткен болатын. Себебі аталмыш кино Ленфильм киностудиясының туындысы болып есептелінеді және де фильм сол киностудияның тапсырысымен түсірілді. Сондықтан Амангелді Қазақстан тақырыбындағы алғашқы дыбысты көркем фильм деп санау керек. Сол жақ бүйірден бар да, мен келгенше тырп етуші болма. Жақсы ұқтың ба? Ұқтым. Не ағып тұрып қалдыңдар? Оқтан қорықтыңдар ма? Сарбаздар алға! Кезінде кинотанушы Қабыш Серановтың келтірген мақаласында сценарий авторы Ғабит Мүсірепов пен Всеволод Иванов делінген. Ал ақиқатында екеуінен бөлек сценарий жазуға Бейімбет Майлин де атсалысқан еді. Сол жылдардағы кеңес өкіметінің солақай саясатын кесірінен бұл жазушымыздың есімі титрден алынып тасталынды. Тіпті Ғабит Мүсірепов есімінде алынып тасталынған кездерде болған. Осылай қазақ кино драматургиясының негізі қаланды десек болады. 1940 жылы Мұхтар Әуезовтің сценарийімен Райхан атты фильм жарыққа шықты. Соғыс жылдарындағы Қазақстан кинематографы. 1941 жылы Алматы көркем фильмдер киностудиясы құрылады. Соғыс жылдары Алматыға Мосфильм мен Ленфильм студиялары көшіріледі. Сол студиялармен Алматы киностудиясы бірігіп, біріккен орталық киностудия атымен жұмыстарын бастайды. Бұл студияда Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов сынды атақты режиссерлар мен тұлғалар жұмыс істеді. 1944 жылға дейін жұмыстарын жасап, соғыс жылдарында отандық көркем фильмдердің 80%-ын осында түсіреді. 44 жылы Алматы киностудиясының аты Алматы көркем және деректі шежірелі фильмдер студиясына өзгереді. 45 жылы Ленфильм мен Мосфильм өз елдеріне қайта көшіріліп, Алматы студиясы ары қарай жұмысты өз бетінше істей бастайды. Кеңес киносының көрнекті шеберлерімен байланысу арқылы ұлттық кинематография кадрларын даярлау мүмкін болды. 45 жылы Әуезовтің сценарийі бойынша Абай әндері атты студияның алғашқы туындысы шығады. 52 жылы Айманов түскен Жамбыл фильмі жарық көрді. Жыртық үйде өстім. Жамбасымнан сіз өтіп бетімді аяз қарыды. Ол заманның беті аулап, тек бастарыңа бермесін. Алғашқы қазақ режиссері. 1954 жылы Махаббат туралы аңыз атты фильм-спектакль шығады.
оның режиссерлері Шакен Айманов пен Карл Гаккель болатын. Осылай Айманов өз режиссерлік жолын осы фильмнен бастайды және алғашқы қазақтан шыққан режиссер атына ие болады. Кинотанушы Бауыржан Өгербек қазақ киносының басын осы Аймановтың Махаббат туралы аңыз фильмінен санайды. Яғни алғашқы қазақ киносы осы фильм дейді. Арқамды атқарға тіредім, сол пана. Күйеуімді сен тілейсің, сол пана. Дос құрбы бірге қуанады, бірге қуанады. Әрине, оған дейінгі фильмдер қазақ кино тарихында қалады және қалады бермек, себебі олар қазақ киносының пайда болуына, дамуына тікелей ықпал еткен фильмдер. Ал Айманов пен қазақ киносының жаңа парағы ашылды. Аймановтан кейін режиссерлар көбейе түсіп, қазақ киносының алтын дәуірі басталады. Режиссерлер Айманов, Бегалин, Қарсақбаев, Қожықов, директі кинорежиссер Ораз Әбішев, мультипликатор Хайдаров сынды тұлғалар қазақ кино өнерінде өшпес із қалдырып кетті. 1960 жылы 9 қаңтарда Алматы киностудиясы қазақ фильм атауына өзгертілді. 1963 жылы 8 пен 9 қаңтарда Қазақстан кинематографистер одағының бірінші құрылтай съезі өтті. 50, 60, 70 жылдарда қазақ киносының тарихында алтын әріптермен жазылатын фильмдер осы кездерде шықты десем қателеспейтін шығармын. Оның уақыты келеді. Біздің сүйікті дәрігер, Тақиялы періште, Атамекен, Қыз жібек, Атаманның ақыры, Елбасына күн туса, Менің атым Қожа, Алдар көсе, Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмі және тағы басқа фильмдерді халық әлі күнге дейін сүйсіне қарайды. Бұл фильмдердің ерекшелігі меніңше біріншіден олар қарапайым, яғни көруге күрделі емес. Екіншіден халықтық, яғни көрерменге жақын және фильмнен жылулықты сезінесіз. Сондықтан бұл фильмдердің ғұмыры ұзақ. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. 1984 жылы Қазақфильм студиясына Шакен Аймановтың есімі берілді. Жаңа толқын. 80-90 жылдары қазақ киносына Серік Апрымов, Қалықбек Салықов, Дәрежан Өмірбаев, Рашид Нұғманов секілді жаңа толқын режиссерлері келді. Осы кездері авторлық фильмдер көп түсіріліп, көптеген халықаралық кинофестивальдерде жүлделерге ие болды. Сол арқылы Қазақстан атын шетелдерге таныстырып жүрді. Бірақ өзіміздің қалың көрерменге авторлық фильмдер жете бермейді. Жеткеннің өзінде ол барлығына қызықты немесе түсінікті болмауы мүмкін. Себебі авторлық фильм дегеніміз ол автордың, яғни тек режиссердің көзқарасы, оның ойы, оның қолтаңбасы фильмде қалдырылады. Сондықтан авторлық фильмдер кейбір көрермендерге түсініксіз болуы мүмкін. Ал бір көрермендер осындай фильмдерді ұнатады және сыншылар да бұндай фильмдерді көбірек құптайды. Қазіргі кино. Осыдан 10-15 жыл алдын кинотеатрларда отандық фильмдерді көру арман болатын десем қате емес шығар. Бірең сараң фильмдер үлкен экрандарға шығып жатты, бірақ оншалықты табысқа, көрермен қызығушылығына тап болмады. Меніңше, Рекетир фильмнен кейін коммерциялық фильмдер көбейе түсіп, жеке киностудиялар пайда болып, өз кино туындыларын ұсына бастады. Бойцы, да, толпой? Бойцы? Рекетир сияқты жетістікке жетпесе де кинотеатрларға шығуға тырысып жатты. Солай бәсеке тудырып, қазіргі таңда кинотеатрларда отандық фильмдердің тізімі көбейіп, касса жағынан да табысқа жетіп жатқаны баршылық. Бір жағынан фильмдердің көбейгені қуантарлық жайт, ал бір жағынан көптеген адамдар, оның ішінде әншілер, шоумендер, тіпті киноға қатысы жоқ кісілер де фильм түсіріп кетті. Мүмкін фильм түсіру арқылы табысқа жетуге болатынын түсінген шығар. Иә, шығып жатқан фильмдердің барлығын жаман деп жатқаным жоқ. Мысалы, шоумендердің шығарып жатқан фильмдерін көрермендер қызыға қарап, кассаны жинауға үлкен септігін тигізіп жатыр. Я никуда не пойду. Болды, басқа қатын тауып алды. Очкисінен бе? Это же образ. Ой, образыңыз свет. Және басқа да фильмдер өз көрерменіне жетіп жатқан сыңайлы. Сонда да фильмге тек коммерциялық жағынан қарамай, кәсіби тұрғыда көбірек мән беріп, сапалы дүниелерді
түсірсе екен деймін. Әрине, бәсекелестің арқасында сапалы дүниелер жарыққа шығып жатқаны аз емес. Ақан Сатаев, Рүстем Әбдірашев, Ермек Тұрсынов секілді режиссерлердің жұмыстары қазақ киносында өз орнын тауып, белгілі фильмдерге айналып жатыр десем болады. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көр салмай қалсақ бақыл болайық. Аттанды қалаш! Кино ең бірінші өнер, екінші ол үлкен идеологиялық құрал болғандықтан, сол екеуін біріктіріп, жақсы сапалы туынды түсіріп, өскелең ұрпаққа дұрыс тәлім-тәрбие беретін фильм шығарса, халық ішінде режиссерлер Аймановтар секілді үлкен суреткерге айналса жақсы болар еді. Және шығып жатқан фильмдердің тіл мәселесі де көңіл көншітпейді. Жалпы айтқанда 50-де 50 қылып, яғни жартысы орысша, жартысы қазақша түсіріліп, қазақ тілінің орнын екінші планға сырып тастағандай. Иә, түсінікті, таза қазақша киноны орыс тілділер көрмейді деп ойлар. Бірақ кинода өз тілімізді бірінші орынға қоймасақ, ол фильмнің түп нұсқасы таспада солай, жартылай орысша, жартылай қазақша болып қалып қояды. Және оны өзгерте алмайсыз. Бұл менің жеке ойым, ал сіз қалай ойлайсыз? Және қазіргі кинолардың ішінде қай фильм сізге көбірек ұнады? Астына ой пікір қалдырыңыз, арнама тіркеліп, лайк басыңыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.